Өзгеде жаңалықтар. Тәжірибелік денсаулық сақтауда мамандар жетіспеушілігі. Семейде Шығыс Қазақстан мен Павлодар облыстарының тиісті басқарма басшылары бас қосып, осы мәселені талқылады. Медицина университетінде өткен онлайн конференция аясында басым бағыттар бойынша дәрігерлердің біліктілігін арттыру мен медицина қызметкерлерін қайта даярлау жұмыстары пысықталды. Тәжірибелік денсаулық сақтау саласында кәсіби кадрлар даярлау уақыт талабы. Бұл ретте Семейдегі мемлекеттік медицина университеті облыстық басқармамен тығыз қарым-қатынас орнатып, жүйелі жұмыстарды қолға алуда. Басқосуда бүгінгі таңда жоғарғы оқу орын түлектерін жұмысқа орналастыру тетіктері де сөз болды. Биыл аталған университетте 503 интерн мен 93 резидент тәмамдап отыр. Мы сейчас совместно Білікті маман қашанда еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие. Жиын барысында түлектерді жұмыспен қамтуға ерекше ден қоямыз. Кадр жетіспеушілігіне қатысты болжамдар мен жоспарлар түземіз. Пікір алмасып, ой бөлісеміз. Денсаулық саласын жаңғыртып, заман көшінен қалмас үшін дәрігерлердің біліктілігін арттыру маңызды. Медицина мамандарын қайта даярлау жұмыстары да ширап келеді. Нәтижелікті арттыру мақсатында университет іскерлік байланысты нығайтып, еңбек нарығына тұрақты түрде мониторинг жасайды. Жыл сайын екі облыстың денсаулық сақтау басқармасынан медицина мамандарына деген сұраныс жөнінде ақпарат сұраймыз. Бұл шаралар сәуірде жұмыс берушілердің съезіне дейін атқарылады. Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстанда 74, Павлодар облысында 47 маман тапшы. Кешенді жұмыстар арқылы университет түлектерді жұмыспен қамту деңгейін 100%-ға жеткізуді көздеп отыр. Бұған қоса студенттерге әкім гранты да қарастырылған. Мұндай қолдау арқылы олар шетелдік мамандардың жетекшілігімен 3 деңгейлі дайындықтан өтуге мүмкіндік алады. Дарын Сағитов, Бақытгүл Қазез, Ернұр Қалелов, Семей жаңалықтар қызметі.